бақытсыз болу үш нәрсемен тоғыспайтындығы туралы Құран кәрімде баян етілген. Біріншісі, әке-анаға жақсылық жасау. Иса пайғамбар, Алланың оған сәлемі болсын, былай деді: мені анама мейірімді етіп, бір зоракер және қиқар бақытсыз қылмады. Мариям сүресі 32 аят. Екінші, үнемі дұға ету, жалбарыну. Закария пайғамбар, Алланың оған сәлемі болсын, былай деді: Раббым, сүйегім қаусап, басым ағарған, дегенмен саған жасаған тілегім босқа кетпеген еді, мені бақытсыз етпеді, деді. Мариям сүресі 4 аятында. Ибрагим пайғамбар, Алланың оған сәлемі болсын, былай деген: сондай-ақ Раббыма жалбарынсам, бос қалмауымнан, бақытсыз болмауыма үміткермін. Мариям сүресі 48 аяты. Үшінші, үнемі Құран кәрім оқу. Құран кәрімде Алла тағала адам баласына былай дейді: саған Құранды машақат яки бақытсыз болуың үшін түсірмедік. Таха сүресі 2 аяты.